Қайырлы күн достар, менің есімім Балжан. Бүгін сіздерге баклажаннан дайындалатын роллдың рецептімен бөлісемін. Барлық қажетті заттарды описанияға жазып қоямын. Алдымен баклажанымыздың екі жағын кесіп алып тастаймыз. Содан кейін баклажандарымызды жұқа етіп ұзыншалап турап аламыз. Баклажандарымызды кесіп болғаннан соң ыдысымызға жайғастырып, бетіне тұзымызды сеуіп шығамыз. Келесі жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, вилкамен 1 келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Енді баклажандарымыздың бір бетін ғана алдымен жұмыртқалы массамызға батырып, содан кейін панировочный сухариге батырып аламыз. Барлығын пергамент қағазына орналастырып шығамыз. Панировочный сухариді дүкеннен сатып алсаңыздар болады. Енді барлығын орналастырып болғаннан соң қызып тұрған пешімізде 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Біздің баклажандарымыз дайын боламын дегенше салмасын дайындайтын боламыз. Бізде салмасына салатный лист пен помидор қажет болады. Барлығын осылай ұзыншалап турап аламыз. Мінекей салатный листімізді турап алдық. Енді келесі кезекте помидорларымызды да ұзыншалап тураймыз. Мінекей салмасын дайындадық. Енді жағатын жағындысын дайындаймыз. Ол үшін бізге майонез, укроп және чеснок қажет болады. Үшеуін бір келкі етіп араластырып аламыз. Енді дайын болған баклажандарымызды орайтын боламыз. Бізде баклажандарымыз пісіп шықты. Алдымен тарелкамыздың үстіне баклажанымыздың ішкі бетін алып, чесночный соусымызды жағамыз. Бір келкі етіп жағып болғаннан соң бір шетіне салатный листімізді орналастырамыз. Кейін салатный листіміздің үстіне помидорымызды қойып, қолымызбен орайтын боламыз. Барлық баклажандарды осылай дайындап шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Өз отбасыңызды дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер.